Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, қытырлақ болып шығатын круассандар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ендеше круассандарды дайындауды бастаймыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға жылы сүт, жылы су, 1 шай қасық тұз және де 3 ас қасық қантымызды қосып араластырамыз. Келесі жұмыртқамызды қосатын боламыз. 1 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның ақуызы және де 2 шай қасық ашытқымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, міндетті түрде беті жабық тұруы қажет. Жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін біздің ашытқымыз осылай көтеріліп шықты. Осылай биік болып көтеріліп тұруы қажет. Енді 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Енді ең маңызды ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Сонда біздің круассандарымыз өте жұп-жұмсақ, биік болып шығатын болады. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Бізде өте жұмсақ қамыр пайда болады, қолға жабысқақ болып келеді. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 45 минут немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз 1 сағаттың ішінде осылай керемет болып көтерілді. Енді қолымызды сұйық маймен майлап алып, қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Қолымызға сұйық май жаққандықтан қамырымыз аса қатты қолға жабыспайды. Егер жабысып жатса, осылай ұн пайдалансаңыздар болады. Енді қамырымызды пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 12 бөлік шықты. Таразының көмегімен өлшеп бөліп алсаңыздар болады, немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Бөліп алған қамырларымызды осылай домалақтап, жайғанға ыңғайлы етіп дайындап қоямыз. Бөліп алған қамырларымыздың барлығын біртіндеп жайып шығамыз. Алғашқы қамырымызды жайып дайындап қойдық. Енді бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Қамырымызды осылай ыдыстың үстіне қойып, оның үстіне сары майды жағып шығатын боламыз. Біздің круассандарымыз өте жұп-жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, әрбір қамырымызды жайып болғаннан кейін бірінің үстіне бірін қойып, ортасына, яғни арасына сары майды жағып шығамыз. Барлық қамырымызды жайып дайындадық. Енді ең соңғы осылай қамырымызды, яғни күлшемізді қойған кезде бетіне сары май жақпаймыз. Қолымыздың көмегімен осылай басып жаюға ыңғайлы етіп қоямыз. Енді оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жайып шығамыз. Қамырды жайып дайындап қойдым. Енді оны пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Негізі менің қамырым кішкене қалыңдау болып қалыпты.
Сіздер бұдан жұқа етіп жайсаңыздар, круассандарыңыз өте әдемі болып шығады. Бұл рецептпен шамамен 15-17 круассан шығады. Барлығын кесіп болғаннан кейін, осылай ішіне начинкасын салып, видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Ішіндегі салмасы, яғни начинкасы, өз қалауыңызша кез келген начинканы пайдалансаңыздар болады. Мен круассандардың ішіне вареный сгущенка салып, осылай орап дайындап шықтым. Ішіне салған начинкасын өте көп салудың қажеті жоқ, әйтпесе осылай ораған кезде сыртына шығып ағып кететін болады. 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, қытырлақ болып шығатын круассандарымыз дайын болды. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.